Сәлеметсіздер ме балалар? Кезекті математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. Осы сабақта өрнектердің мәнін тауып, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренеміз. Балалар, экранға назар аударып, жауаптарға сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретінін айту керек. Ол үшін өрнектің мәнін жылдам есептейік те, табиғатты қорғау ережелерін қарастырайық. Өрнектер 14 пен 2-нің бөліндісі, 27 мен 9-дың бөліндісі, 2 мен 4-тің көбейтіндісі, 5 пен 1-дің көбейтіндісі. Осы өрнектердің мәніне сәйкес келетін суреттерден қандай ережелер құрастыруға болады? Дұрыс, балалар. Бұтақты сындырма, отпен ойнама, гүлді жұлма, құстың ұясын бұзба. Табиғатты қорғау, отанды сүю. Сол себептен де балалар, бұл ережелерді есімізге сақтап жүрейік. Мына өрнектерге көңіл аударайық. Бұл өрнектерді салыстыру үшін оның әріптеріне, сандарына, таңбаларына қараймыз. Бұл екі өрнектің саны мен әріптері бірдей. Айырмашылығы таңбада. Қай өрнектің нәтижесі кем болады деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Азайту амалына берілген өрнектер қосу амалына бөлінген өрнектерден кем. Енді санды өрнекті салыстырып көрейік. Бұл өрнекте сандары мен таңбалары бірдей. Айырмашылығы неде? Дұрыс. Бірінші өрнек жақшалы, екінші өрнек жақшасыз. Амалдардың орындалу ретін есімізге түсіре отырып, өрнектерді орындап көрейік. Бірде қосу амалын, екінші бөлу амалын орындаймыз. Нәтижесі 6. Екінші өрнекте бөлу амалын, екінші қосу амалын орындаймыз. Нәтижесі 26. Яғни, жақшалы өрнек жақшасыз өрнектен кем. Бүгінгі сабақта өрнектің мәнін тауып, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйрендік. Көріскенше сау саламатта болыңыздар.